Так, келесі енді бізде мынандай есеп берілген. Бұл жерде боялған бөліктің ауданын табуымыз керек. Оны қалай табамыз? Енді қарай қал. Так, енді жалпы біздер мына шаршының ауданын есептеп алуымыз керек. Бірінші шаршының ауданын қалай табамыз? Шаршының ауданын табу үшін бізге шаршының қабырғалары керек. Енді мына ішінде жатқан дөңгелектің радиусы 7 метрге тең дейді. Онда былайына қарай созатын болсақ, бұл жағы 7 метрге тең деген сөз. Сонда шаршының бізде қабырғасының ұзындығы 7 болса, ол 14-ке тең болады. Дәл осылай мына жақта бізде 14-ке тең. Сонда шаршының ауданы, яғни S тең болады 14 көбейтілген 14 тең болады 196-ға тең болады. Так, енді мына дөңгелектің ауданын есептеуіміз керек. Оның ауданын біздер қалай есептейміз? S дөңгелек, яғни бұл бізде неге тең? Бұл бізде формуласы пи көбейтілген r-дің квадраты деген формула. Яғни r деген мұндағы радиус, сонда бізде 7-нің квадраты көбейтілген пи тең болады 49 пиге тең деп айтамыз. Енді мына боялған бөліктің ауданын есептеу үшін бізге не істеу керек? Бізге мына шаршының ауданынан осы дөңгелектің ауданын азайту керек. Так, сонда S тең болады, яғни боялған бөліктің ауданы 196 азайту 49 пи деп тастап кетеді екенбіз. Сонда жауап бізде 196 азайтылған 49 пи. Енді бұл жерде әрі қарай пидің мәнін жазып санын тапсақ болады, немесе осылай да тастап кетуге болады екен.